Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Бүгін біздің Орал қаласына келіп, үйімізге келіп, құстарымыз сіздерге видеоға көрсетейін деп жатырмын. Өйткені басып жатқанда әлі шығармаған. Ол менің тауық қорам, міне. Көріп отқандарыңыздай. Шаруақтың барлығы өзгеріп кеткен. Ағаштардың бәрін лақтырған. Көптен видео шықпай қалды. Мен өзім Жәнібек районында болдым, Орал қаласындағы. Бұйыртса тағы да кетем, сол Жәнібек жаққардай. Сол жақта бір жұмыстарымен жүрмін. Бәрі осылай қалған. Енді отықтар тумай қалған жұмыртқа, бірақ қайтадан бастап жұмыртқа туған. Көріп отқандарыңыздай барлығы арықтап кеткен. Ішіне шөптері міне. Ұялары. Жұмыртқа туып бастаған, қайтадан арықтағаннан кейін манада жем бермей қалған. Арықтату үшін 3 күн жем бермей қалған, тек қана су берген. Жемді де азғантай-азғантайдан беріп жатырық дейді қазір. Сол себепті жұмыртқалардың туылды жақсартып жатыр. Қаздардың өздеріне уже артып кеткен. Алдында қаздар не болып семіреді. Бұл екі қаз өтсе өтеді, өтпесе қалады. Қоянымның қалғаны осы мінекей. Бір еркек қоян, қалғанның барлығы ұрғашы. Қояндарды арықтаған. Бұлардың бәріне жемді азғантайдан беріп жатырық дейді. Видео осы. Енді кеткенше видео сағада шығаратын болам. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Кеше осының бір видео салған болатын. Онда да мен просто Казталовка жақта, Жәнібек жақта жүргесін видео түсіре алмадым. Сол себепті манағыдай сол видеоны салған болатын. Онда да Орал қаласын өзім сүрген болатын, көршімнің тауықтарын. Соны салған болатын. Оның алдында осындай бір видео түсірдім, ұзақ видео Орал қаласын жүргенде. Оны бірақ YouTube дейтін мана салғызбай нарушение қылып тастады. Сол себепті YouTubeқа видеоны бір апта сала алмадым. Енді салынып бастап жатыр. Әзірге видео осы. Алдағы уақытта тауықтар әкелетін боламын. Өткенде айтқандай, қазір тауық қарап жатыр. Алла бұйыртса, Жәнібектегі шаруалар біткеннен кейін тауықты міндетті түрде әкелетін боламын. Жәнібектен адамдар болса, біздің көрермендеріміз болса, комментария жазып кетіңіздер. Міндетті түрде Казталовка жақтан көретіндеріңіз болса. Әзірге осы видео. Пока айтатын ешқандай жаңалық жоқ. Жаңалық болып жатса, сіздерге міндетті түрде айтатын боламын.